Олар теңізде 7 күн, 7 түн болды. Олар жоғалып кете жаздады. Қыз алда аралды көрді. Екеуінің енді аман қалудан үміті бар. Бар күшін жинап, аралға қарай сырғанады. Толқындардың көмегімен олар жағаға аман есен жетті. Екеуі бірге қайықты жағаға шығарды. Олар жағаға шығып демалуға жатты. Қыз ұялы телефонын алады. Мұнда мүлде сигнал жоқ. Олар аштықтан өліп жатыр. Олар тамақ іздеуге шешім қабылдады. Кетер алдында Джек өзімен бірге алау мылтығын алды. Джунгли өте тығыз болды. Кенет Эйни айғайлады. Ол қырғаяқты басты. Ол бетін жоғалтты. Джек оған қорқақ деп күлді. Мұнда мұндай қателер тым көп. Екеуі жолын жалғастырды. Мұнда өсімдіктер барлық жерде. Бұл жерде адам тұратын сияқты емес. Эйни қызыл жеміс өсімдікті көреді. Ол оны жұлып алғысы келеді. Джек оған жүгіріп келіп оны тоқтатады. Қызыл және ақ жемістер улы, бірақ көк және күлгін жемістер улы емес. Қыз оның біліміне тәнті болды. Ол Джек туралы жақсы ойлайды. Олар аралға тереңдей түсуді жалғастыруда. Олардың алдында жұмақ ашылды. Жұмақтың бір бөлігі пайда болады. Тау қабырғасынан сарқырама құлады. Су тұман болды. Бұл көрініс Джекті таң қалдырды. Ол қызды жүзуге шақырды. Қыз сыртқа шыққысы келді. Оның бұған уақыты болмады. Джек мұны істей алмады. Ол бұл көрініске төтеп бере алмады. Олар аралдың басына жетіп, мұның бәрі бекер болғанын түсінеді. Бұл мұхиттың ортасында орналасқан арал болатын. Толқындарда адамдардың ізі байқалмайды. Екеуі де қала өміріне үйренген. Жалғыздық толқындай болды. Олар қалай келсе, солай қайтты. Қайтар жолда Джек үңгір тапты.